егер біз ресейлік нарықта айтатын болсақ, психолог Лобковский бұл стильді психологиялық стендап шоу дейді. Яғни айтқың келген ойды бір қызықты стендап ретінде, бір хикая ретінде, бір юмормен, сондай әзілмен жеткіземін. Сондықтан да жастар көп қарайды мен. Жұмысқа шықшы. Бәрі Розадан ақыл күтіп отырады десеңізші. Мен жұмысқа шықшы деймін да. Қазіргі кезде кинода, кітапта, театрда, концертте бәрі инфобизнес. Өйткені бір ақпарат сатамыз ғой. Өз ойын айта алмайды, әйелдер білімі жетпейді оған. Екінші мәселе, өз өмірін жоспарлай алмайды. Және үшінші ең маңызды нәрсе әйелдердің проблемасы, ол денсаулық мәселесі деп ойлаймын. Бұл үлкен проблема. Денсаулыққа қыз баласы, әйел адамдар қарамайды. 8 миллион қарызға кірдім, 27 миллион қарызға кірдім, 55 миллион қарызға кірдім, миллион, 2 миллион, 3 миллион деген көп. Оның қарызын бәрі ненікі? Қаржы пирамидасы. Қаржы пирамидасы. Халықта ақша жоқ деместі, қайдан шықты ол 8 миллион? 27 миллион қайдан шықты? Пирамидаға салады. Мен соған таңғаламын. Әйел адам ақшалы болу керек деп ойлаймын мен. Және ол ақша өзінікі болу керек. Айтады сізге осындай жағдай, күйім, қол көтерді, ақшамды тартып алды деген сияқты айтқан кезде сіз не дейсіз мысал үшін? Кет деймін. Сіз кет дейсіз. Көп жағдайда ол айтпайды ғой. Сәлем достар, Ой детокс әлеміне қош келдіңіздер. Біз Ой детокстың шағын командасымен биыл слоганымызды, ұранымызды кішкене өзгерттік. Таныс ойға, өзге тыныс деп. Себебі мына жерде талқыланатын тақырыптардың бәрі бізге таныс, бізге жақын. Бірақ біз кез келген мәселеге басқа қырынан келуге тырысамыз. Сондықтан осындай ұранның болғаны дұрыс деп шештік. Жалпы Ой детокс 2019 жылдан бері аудио форматта, жалпы қазақ тілінде тұрақты шығып жүрген подкасттардың бірі. Былтыр мен видео форматқа шықтым, сондықтан Ой детоксты подкаст тыңдауға болатын барлық платформалардан таба аласыздар. Ал маған тыңдаған қиын, маған көрген ыңғайлы десеңіздер, YouTube парақшасында да бармыз, іздеңіздер, өздеріңізге ыңғайлы форматта тыңдаңыздар, көріңіздер. Ой детоксты қолдаушылар қатарына қалай қосылсам болады деп сұрайтындар да бар. Ол жайлы да кішкене айтып кетейін. Жалпы Ой детоксты Patreon арқылы қолдауға болады. Патрондар қатарына қосылыңыздар. Оны барлық ақпарат сипаттамада болады. Себебі Ой детокстың бір қатар патрондары бар, және солардың қолдауымен, мысалы, былтыр 3 видео шықты. Бірі подкаст жасауға көмектесетін 9 қадам атты видео, екіншісі жас мамандарға, жас дауыстарға сөйлейтін алаң берейік деген ниетпен Бекжан Нурадинмен және жас адвокат Аида Өтесінмен шыққан эпизодтар да менің патрондарымның қаржылық қолдауымен мүмкін болды. Әдетте Patreon дегенне оған карточкаңызды тіркейсіздер, сосын айына тұрақты түрде $3 өзіңіз таңдаған сомада $20 дейінгі қаржы шешіліп отырады. Бұл маған ыңғайсыз, карточкамды тіркегім келмейді, бір реттік көмек көрсеткім келеді десеңіздер, оны Каспи арқылы жасай аласыздар. Барлық реквизиттер қазір экранда шығады. Сонымен қатар бұл ақпаратты да осы эпизодтың сипаттамасынан таба аласыздар. Ал енді тақырыпқа көшейік, қонаққа көшейік. Бүгін менде ерекше қонақ, өзім көптен бері күтіп жүрген қонақтардың бірі. Себебі бұл тақырып бәрімізге қатысы бар. Әлеуметтік желіде бәріміз отырамыз. Мен енді танитын адамдардың көбі жеке бренд жайлы, қызметті сату жайлы, бір нәрсені сатып көру жайлы көп ойланады, көптеген тренингтерге барады. Бірақ бәріміздің қолымыздан келе бермейді. Әлеуметтік желінің қыр-сырын, жалпы инфобизнес дегеніміз не, осы туралы толыққанды сөйлесу үшін осы саланың белді маманы деп айтайын, осы қазанда қайнап жүрген адамды шақырдым. Роза Әшірбаева, бизнес-коуч, қаржы саласындағы коуч және инфобизнес woman. Роза, Ой детоксқа қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Қуаныштымын. Аудиторияңызға да сәлем беріп қояйық.
Иә. Мен енді сізді тұрақты түрде соңғы уақытта көп қарап жүрген адамдардың бірісіз, және сізбен алғаш рет Инстаграмда танысқанда қарасам, менің бірқатар таныстарым, сіңлілерім жазылған екен. Сосын жаңағы фокус топ ретінде оларға жіберем ғой сіздің аккаунтыңызға сілтемені. Айтам, сендер Роза Әшірбаеваны оқисыңдар ма? Десем, иә дейді, не үшін оқисыңдар деймін ғой. Қызық маған десем, айтады, Айнель әпке дейді, мен оларға әпкемін ғой. Сіз айтатын нәрсенің бәрін Роза ханым айтады дейді, бірақ ол күшті қылып айтады, біз оның айтқанын тыңдағымыз, істегіміз келіп тұрады дейді. Сол сіздің жалпы сиқырыңыз неде деп ойлайсыз осы инста әлемінде танымал блогерлердің бірі болуыңыздың? Енді инфобизнесмендер көп, және мен сияқты, мысалы мендегі жасалатын инфопродуктілер, курстар, ол жалпы адамның тұлғалық дамуын дәріптейді. Мен сол туралы және өзінің ойлау жүйесі, яғни мышлениемен жұмыс істеу арқылы өзіңді дамыту туралы курстар жасаймын. Қаржы сауаттылығы, қаржы психологиясы деген ұғым бар. Ол ұғым былай ғылыми емес, бірақ ол туралы да кітаптар да бар шетелдік бизнесмендерде. Осы нәрсені мен қазақ тілінде айтамын. Парақшам соған арналған. Әрине инфобизнесмен болғандықтан, мен оны тек қана мысалы халықтан да шығып сен менде осындай курс бар, алыңдар демейсің ғой. Сондықтан да мен өзіммен таныстырамын. Одан бөлек менде YouTube каналымда ақысыз өте көп сабақтарым бар. Былайша қарағанда, иә, мүмкін сіздің айтатын нәрсені жастар көбірек тыңдайтын шығар. Оның сиқыры деп айтпайын, просто қайтсам болады, подача басқа. Бізде әлі бұл нәрсе көп дамымаған. Егер біз ресейлік нарықта айтатын болсақ, психолог Лапковский бұл стильді психологиялық стендап шоу дейді. Яғни айтқың келген ойды бір қызықты стендап ретінде, бір хикая ретінде, бір юмормен, сондай әзілмен жеткіземін. Сондықтан да жастар көп қарайды мен. Бірақ сіздің өзіңіздің болмысыңыз қандай? Өмірде қандайсыз? Жақын адамдардың ортасында осындаймын. Салмақтысыз? Жоқ, жаңағыдай стендап. Ал жаңағыдай тірде кездесулерде, офлайн кездесулерде адам көп жерде мен ондай емеспін. Танымайтын ортада болады ғой ондай бір залдың бұрышында бәріне қарап отыратын. Мен сондаймын. Бақылап отырғанды жақсы көресіз. Сіздің жеке парақшаңызда Voice of Kazakh Woman деп жазылып тұр да, сонда қазақ әйелінің қандай дауысысыз? Шынайы даусымын деп ойлаймын. Өйткені мысалы мен білемін, феминистік көптеген ақпараттарды қараймын. Әртүрлі жағдай болады да. Бір жақты ғана қолдауға болмайды. Мен мысалы өзімнің осы жұмысымда кризисный орталықтарға барамын. Осы біздің Алматы әкімдігіне қарайтын кризистік орталықтарға барамын, әртүрлі әйелдермен сөйлесемін. Расында жапа шеккен әйелдермен де сөйлесемін. Оның бәрін жаңағыдай өзі қолдап жасап, ол ситуациядан шыққысы келмейтін әйелдермен де сөйлесемін. Сондықтан да мен бұл ситуацияның қоғамдағы әйелдің орны туралы және оның жағдайы туралы ситуацияны жан-жақты білемін, жан-жақты айта аламын. Сондықтан да шынайы даусымын деп айтамын. Сіз мысалы сіздің парақшаңызға, жеке парақшаңызға қарап шықтым, жаңа айтып жатырмын, 947 ма сондай публикация болыпты, басынан аяғына дейін асықпай, ерінбей бәрін қарадым. Маған ұнағаны жаңағы сіздің сақтағаныңыз, өйткені ол тарих қой, енді институциональная память дейді, біздің жүріп өткен жолымыздың көрсететін бір тарихта. Альбом ғой? Альбом, иә, инста-альбом ғой енді. Инста күнделік десе де болады. Сосын сіздің қандай да бір трансформацияға ұшырағаныңызды бір 2018 жылдан басталғанын байқадым. Оған дейін сіз жаңа үйде отырған, баланы қарап отқан, жұмыс істеп жүрген әйел болсаңыз, 2018 жылы сіздің бір постыңыз бар, тіпті жаңа шашыңызды қырқып, фотосессияға барғансыз ғой дейін. Мен енді жаңа өмір бастадым деп айтып, сондай. Не өзгеріс болды сонда? Мен Алматыға көштім. Оған дейін мен былайша қарағанда, мен өз университет бітіргеннен папамен жұмысқа кіресің, мен ойладым, жазда дипломды алғаннан кейін күзге дейін демаламын деп. Үйге келген кейін 2 күннен кейін жұмысқа шығасын деп папа үйден қуып жүрген. Содан мен жұмыс істеймін. Ешқашан мына 2 ұлымның декретінде бір заңды түрде 1 жыл, 2 жыл отырған емеспін. 6 ай, 8 ай дегенде шығып кетемін. Жұмыстың адамымын. Астанада тұрдық. 2017 соңында мен Алматыға көшіп келдім.
негізі сол 2018-де қарасаңыз 2017-нің соңында мен телевизиялық шоуға қатысқам. Қазақстан телеарнасында үміткер деген бизнес шоу, кәсіпкер. Мен үшін ол жаңа орта болды. Өйткені мен соңғы сол уақытқа дейінгі соңғы 7 жылда Астанада тұрдым. Мүлде орыс тілді аудитория. Бүкіл коллективім, мен қай компанияда істесем де барлығы орыс тілді. Былай қарағанда қазақта болмайтын. Иә, сіздің посттарыңызда сол кезде көбісі орыс тілі. Өйткені менің ойым, тілім, жалпы ортам орыс тілді. Сол жақта бизнестің ортасында, үлкен компанияларда жұмыс істедім, кішірек компанияларда жұмыс істедім. Сөйтіп бірінші рет жаңағы үміткер бағдарламасына мен заявка беріп көрдім, өтіп кеттім. Оны мен сосын ол болып жатыр екен деп маған туысқандарым, Ақтаудағы туысқандарым айтты. Содан өтіп кеттім. Соны отбордың бәріне өттім. Ол жердегі ол проектінің мақсаты кәсіпте ешқандай тәжірибесі жоқ адамды кәсіпкер етіп, директор, ресторанның, мейрамхананың директоры етіп шығару бір ойын бойы. Маған енді ол оңай болды, өйткені мен үлкен де кіші де кәсіпте жұмыс істедім. Екінші орын алдым. 3000-дей заявка түскен, мықты 12 адамның ішіне түстім. Содан екінші орын алдым. Негізі бірінші орын алым керек еді. Бірінші орын алды кім алды? Жігіт алды. Жүр сексизм ұтып кетті енді. Деп ойлайсыз? Иә. Өйткені жерде мынандай мәселе болды да. Жалпы келгенде ол жерде жақсы судьялар болды. Шынайы судьялар болды. Бизнес проекттер бойынша, IT проекттер бойынша, мейрамхана бизнесі бойынша. Бәрі сол жерде, енді бәрі телевизияда ғой, жаңағы монтаж бар, басқа бар. Сол кездегі судьялардың бәрі менің проектім дұрыс еді. Өйткені мен бізде финальный программа бойынша, тапсырма бойынша біз бір мейрамхананың бүкіл бизнес процестерін жазып, оның маркетингін, бюджетін және қанша уақытта салған есептеу керек та, қанша ақша салу керек, және сол ақша қанша уақытта қайтады деген. Мен түгел маркетингімен бәрін упаковка жасап алып келдім. Менің бюджетім 90 миллион теңге болды да, ол 28 айда қайтарым беру керек еді. Менің қарсыласым ондай нақты цифр бере алмады. Оның бюджеті овер 150 миллионнан жоғары болды. Бірақ ол өтіп кетті. Өтіп кетті, өйткені жеңген адам расында Астанадағы ресторанның директор болу керек болған. Оған жігіт дұрыс болады деді де, сонымен сол өтіп кетті. Оны сізге біреу айтты ма, жоқ сіз өзіңіз сөйтіп пайымдап жатсыз ба? Жоқ, ол олай айтылған жоқ, өйткені енді бизнес проект көріп тұрсың ғой, менде бизнес проект бар, ана жақта жоқ. Цифр жоқ, маркетинг жоқ, развитие жоқ, ол жерде ешқандай. Ол ресторан кейін жабылып қалды ғой. Ол жігіт директор болды, ресторан жабылып қалды. Енді түсінуге болады. Сол кезде судья болған кім еді? Бізде сол үміткерде өткеннен Түркияда қайтыс болды ғой, Мирус Құрмашев. Сол судья болған, сол жетекшіледі, сол кезде ол қатты жынданған. Неге осылай болды деп қатты не істеді, бірақ сондай ситуация болды. Ер адам жеңу керек шығар, наверное. Мен енді былай өмірде ешқашан ондай сексизммен, немесе мысалы мен Астанада жүрдім ғой, өзім Сарыағаштың қызымын, южанка деген сияқты әңгіме айтады. Ондай буллингке мен ешқашан не қылған емеспін Астанада. Кездеспегенсіз. Ондай болмаған, басыма өтпеген. Бірақ осы Алматыға келген кезде осындай болды. Үміткер деген ол Алматыда өткен шоу болды. Ол түсірілім Алматыда болды ғой. Каспи радиокомпания қазақстандық осы жерде болды. Ол кезде әлі қазмедиаға түгел көшпеген болсын деп бірдеңесі бар. Сонымен бірінші рет сондай болды менде. Сосын не істедіңіз сіз? Содан кейін бірақ жерде мынандай мәселе болды да, ол жігіт бірінші орын алды, кетті, ары қарай, бірақ мен сол жерде сол шоудың тапсырушысы, заказчигі Қуаныш Шонбайдың командасында қалдым. Өзі шақырды, маған маркетолог болып келіңіз деп. Соны қалдық. Маркетингтан бөлек ол кезде уже Қуаныш Шонбай жаңағыдай кітап жазды, тренингтер өткізетін, жалпы инфобизнесті мен сол кезде көрдім. Сол кезде көрдім, 2018-дің наурызында, получается, мен 5 жыл бұрын, ровно 5 жыл бұрын мен қазақ тілді алғаш Инстаграмда марафон ұйымдастырғам. Иә, көрдім. Әйелдерге қатысты, иә? Жоқ, ол жерде кәсіпкерлерге болды. Жаңа форматта түгел методологиясын, принциптарын, ережелерін бәрін өзім 10 күндік марафон ойластырдым. 224 қатысушы қатысты. Соның ішінде қаншама кәсіпкерлер бар. Қазіргі нарықта жүрген кәсіпкерлер бар, инфобизнесмендер бар. Соны алғашқы айтамын ғой, Қазақстандағы марафондардың мамасымын деп. Сондай жасап, содан әрі қарай сол нәрсе өзгеріс болды маған.
мен өзімді тек қана бизнес ұйымдастырушы емес, жаңағы инфобизнестің де ұйымдастырушы ретінде көре алдым. Содан ары қарай осындай карьерам міне 5 жыл болды. Инфобизнестемін. Биыл енді жаңаша тармағымды бастап жатырмын. Сол бұрынғы осы инфобизнеске дейін мен маркетолог және маркетинг және пиар саласында болдым Астанада жұмыс істеген кезде. Сол салаға қарай қайтадан бет бұрып жатырмын. Қазіргі кезде маркетингтік агентствода жаңағы независим тәуелсіз экспертпін. Қазақ тілді креативтер және реклама бойынша консультация жасаймын. Осы мәселенің проблемасын көріп жатырмық қазір маркетологтардың арасында, жарнама берушілердің ортасында өте үлкен проблема. Өйткені бүкіл жарнамалық креативтер орыс тілінде жасалынады да, сосын қазақ тіліне аударылады. Содан кейін қазақ тілді ментальность қылып келмейді ол. Енді бізде наоборот запрос шығып жатыр да, қазақ тілде реклама жасап, оны орыс тіліне аударайық деген. Осындай жобалар бойынша консультация жасаймын қазір. Сонымен қатар сіз қаржы бойынша коучсіз. Сонда сізде қаржылық қандай да бір біліміңіз бар ма? Мен екінші білімім бойынша высшее образование, финансистпін. Енді бізде мысалы қараңыз, инфобизнес десе, бір инфо-цыганство деп ойлайды. Иә. Өйткені бір синоним ұғым сияқты да, бірден қатар жүретін ұғым сияқты. Осы жерде инфобизнес дегеніміз не, кішкене бізге тарқатып айтып бере аласыз ба? Инфобизнес бұл туралы көп нәрсе ойлануға болады да. Бұл енді біліммен бөлісу ғой. Біліммен бөлісу, сол білімді алған тұтынушы бір ойында бір өзгеріс болады. Біресе түсінеді, содан бір нәтиже алады, өзі үшін бірдеңені түсінеді. Әрине ақысыз да оны түсінуге болады, ақылы да түсінуге болады. Дәл қазір негізі инфобизнес ол медианың туындысы ғой. Медианың туындысы болғандықтан мен көп жерде осылай айтамын да, ол көп адамдарға ұнамайды. Менің ойымша қазіргі кезде кинода, кітапта, театрда, концертте бәрі инфобизнес. Өйткені бір ақпарат сатамыз ғой. Кинода да сен бір ойды жеткізіп ақпарат сатасың. Сондықтан да барлық нәрсе инфобизнес деп ойлаймын. Ал кәдімгі инфобизнес пен инфо-цыганствоның айырмашылығы мүмкін ол жерде инфо-цыган деп айтады. Білім иесі болмай, немесе сол салада эксперт болмай, өз біліммен бөліссе, сол кісілер айтады қазір көбіне. Мысалы, сен бірнеше жыл блогер болып жүресің да, бір кезде жаңағы қарым-қатынас туралы айта бастайсың. Мен қазір Ресей нарығында сондай көп қой. Мен күйеумен ажырастым, ажырасуды басынан өткіздім, маған қиын болды, мен арықтадым, сосын толдым, сосын осын мен сендерге бөлісем, мен обидаларым бар екен, келіңдер деп жаңағыдай курс жасап жібереді. Яғни ол салада эксперт болмай жүріп, өз білімін сатса, мүмкін олар инфо-цыган қалыптасатын шығар, бірақ та эксперт бола тұра білімімен бөліскен адамды инфобизнесмен деп айтуға болады. Енді осы жерде Айнель, мен өте көп консультация жүргіземін басқа да эксперттермен. Мықты маркетологтар бар, мықты айтишниктер бар, мықты тіл мамандары бар, енді мықты білім иелері бар да, соларға курс жасата алмаймын ғой. Жасаңызшы дейсіз ғой. Өйткені ол кезде ұят деген мәселе бар да. Ұят деген мәселе бар, және шынымен де аудитория жаңағы инфобизнесмен мен инфо-цыганның айырмашылығын таба алмай қалатын кездер болады, біріншіден. Екіншіден, көп аудитория білімді тегін беру керек деп ойлайды. Білім ол тегін болу керек дейді да. Білім тегін болатын болса, онда университеттерде тегін болу керек қой. Онда емес қой, біз төлейміз. Даже грантқа түскеннің өзінде мемлекет төлейді, сосын ол ақшаны студенттен алады ертең жұмыс істеп, отрабатываешь. Сондықтан тегін деген нәрсе жоқ. Неге мен эксперттердің инфобизнес саласына барғанын қалаймын? Өйткені нағыз эксперттерде уақыт жоқ. Мысалы, бір маркетолог бар, мен артынан қуып жүремін. Бөлші, ойыңды айтшы деп ше, уақытсыз жоқ. Бірақ айтамын, пожалуйста, курс жазшы, бір уақыт тауып. Біз алып, рахаттанып сенің біліміңді білейік деп. Өйткені эксперт, шын мәніндегі эксперт, ол уақыт таппайды біріншіден. Сонда ол ертең өлсе, оның білімі өзімен бірге өледі. Ол эгоизм емес пе? Менің түсіндігімде ол эгоизм. Қазіргі кезде мына инфобизнестің құралдары, осы курстарды жазу, бұл адамның білімін масштабировать етуге өте мықты құрал. Мысалы, кітап жазу оңай емес. Кітап жазу енді оңай емес, мен оны көрдім, өзімде жаздым. Біз партнерімізбен соавторстве екеуміз бір кітап жаздық. Үлкен жұмыс, бірақ үлкен жұмыс екен деп қорқып отыра беруге болмайды, жазу керек. Менің түсіндігімде кез келген нәрсені жасау керек, қателессең де жасау керек деп ойлаймын. Сондықтан да эксперттердің инфобизнеске келгенін қалайтын едім.
Мен енді көптеген эксперттермен де араласам ғой, сіз айтқандай жаңағы түрлі салада түрлі белді мамандар оларды бір кәсіби алаңдарға шақырады, иә. Олардың өздерінің баратын алаңдары бар да, ресми түрде сөйлеп ойын ортаға салатын. Және олардың көбісі тіпті Инстаграмда жүргізбейді, тіпті сторизде жүргізбейді. Және неге сторис жүргізбейсің десе, бір жағынан жаңағы сіз айтқандай біреу айтады, ұят дейді. Мен сондай шетелдік білімім бар, сонда үлкен мінберлерден сөйлеп жүремді, бір кезде вау, сәлем, мен бүгін мұнда бардым, сама рекламамен айналысқым келмейді дейді. Екіншіден, мен байқайтыным, көбісі өзінің деңгейі емес нәрсе деп ойлайды. Мен мұндамын, андай әлеуметтік желі арқылы қандай да бір ақпаратты таратып жүретін, өзін алға қойып көбірек айтатын адамдар кішкене менен төмендеу деп те ойлауы мүмкін. Менің деңгейім емес деп ойлауы мүмкін. Бұл жерде былай не қылуға болады да, мысалы шынында да жаңағы үлкен ғылыми мінберлерден сөйлеген эксперттерді, олардың білімі мүмкін дүйім ашық халыққа болмаса да, өзі сияқты эксперттерге керек қой. Мен солай ойлаймын. Жаңағыдай, егер ол бизнесте қарайтын болсақ, B2B және B2C қызмет бар, иә. B2C ол көпшілікке, B2B ол бизнестен бизнеске. Сол сияқты хотя бы осындай мен сияқты сөйлейтін кісілерге өз білімін берсе. Неге? Мысалға, оны бізде де уақыт жоқ. Қазіргі таңда жаңағы постоянно офлайн кездесулерге бара беруге. Мен үшін, мысалы үшін, видео немесе аудио форматтағы материалдар өте рахат. Өте рахат. Мен қалаған кезімде қосып қоям. Мысалы, пробкада Алматыда отырамыз. Сағат 1,5 сағат отырамыз. Не істеймін? Қарап отырамын, подкасттар қарап отырамын, білім жинаймын. Ол сондықтан да бұл жерде түсіну керек та, білім иесі өз білімімен кіммен бөліскісі келеді. Сол бөліскісі келген аудиторияға просто жақындау керек. Ол Инстаграм арқылы болса да, ол басқа каналдар болса да, неважно. Біреулер Телеграм канал ашады. Телеграмда фильтровать етуге болады, лишний адамдар жоқ. Сол сияқты надо просто определить для себя. Кіммен бөліскің келеді? Или реально өзіңмен бірге алып кеткің келе ма? Мәселе осында ғой. Мен ойлаймын, әрбір адамның басы ол білмеймін, бір құнды не бір ойлар бар ғой адамның басында. Адамдарды мен ойы үшін, білімі үшін, бір ерекше бір идеялар үшін қатты құрметтеймін кез келген адамды. И сондай идея, сондай ой авторлары өз ойларын жаңағыдай іште өлтіріп алмаса деп ойлаймын да. Бірақ бұл жерде де өзінің форматын ойлап табу керек қой. Жаңа сіз сөз басында айтып кеттіңіз, иә, менде стендап-шоу, иә. Енді бәріміз, мысалы, мен де Инстаграмда отырамын, түрлі адамдар да Инстаграмда отырамыз. Бірақ біз өз аудиториямызға дейін жету жолымыз қиындау да. Себебі біз өмірде қандаймыз, өмірде қандай салмақтымыз, өмірде қалай күрделі сөйлейміз. Инстаграмда да сондаймыз да. Жаңағы біз мен стендап-шоу жасап шыға алмаймын, иә. Сонда мен жалпы аудиторияға мен қалай жете аламын? Маған ыңғайлы формат бар ма? Әрине, қазіргі кезде мен эксперттерге TikTokқа шығыңыз деп айтар едім. Қорқпаңыз. Ол жаңағы билейтін өлең айтатын TikTok емес. TikTok қазіргі кезде мен үшін не ғой, гениальная такая образовательная платформа. Өйткені ол жерде әркім өзінің маманын табуға болады. Сосын TikToктың алгоритмдері ыңғайлы. Ол сіздің видеоңызды бәріне көрсетіп шығады. И сіз өз адамыңызды табасыз. Яғни сіз бәріне көрсетеді. Ол маған да көрсетеді, сізге де бәріне көрсетеді да. И сіздің сөйлегеніңіз, сіздің жеткізуіңіз, сіздің айтқан сөзіңіз ұнаған адам сіздің парақшада қалады. Жесткая фильтрация. То есть выбирает человек, которому вы близки. Уже левый адамдар жоқ. Инстаграм алгоритм басқа. Танысың танысына береді. Ал TikTok бәріне көрсетеді. Соның арқасында өзіңіздің аудиторияңызды қолыңыз жетпеген жерлерден алуға болады. Сондықтан да, мысалы, тура осы байбіңізбен, тура осындай дауыспен өз ойыңызды жеткізіп, TikTokқа салсаңыз, ол айналдырып бәрібір сіздің аудиторияңызды алып келеді. Сонысы мен қызық. Мен эксперттерге жаңадан өзінің аудиториясын, өзінің тыңдармандарын іздеймін деген эксперттерге TikTokқа барыңыз деп айтатын едім. Мен өзім TikTokта өте жақсы сондай маркетинг саласында, осы видеосъемкалар саласында, история искусств, история картин, история музыки, история кино, осындай мамандарды қараймын.
3 минутқа дейінгі аудиоларын қосып қойып қарап отырамын мен. Ол эксперттердің бір жақсы жері жаңағыдай 1,5-2-3 минутта нақты күшті ойларын береді да. Сонысы жақсы. Бір жағынан уақыт эконом, екінші жағынан мықты маман. Сондықтан да егер сіз өз ойыңызбен бөліскіңіз келсе, өзіңіздің аудиторияңызды даже мына осы подкастыңызға тыңдармандар шақырғыңыз келсе, онда TikTokқа барыңыз деп айтатын. Инстаграм бұл мәселеде ол кәдімгі инвалид сияқты шығармайды ол. Сондай несі бар. Шектеулері бар өте көп шектеулері. Ол жағынан енді ауырлау. Бірақ қазір жаңадан осы Инстаграмда жаңалық шықты. Алдында осы 3 ай 4 ай бойы рилсті продвигать етті, тура TikTok сияқты. Соның арқасында мен бір айдың ішінде 25 мың адам жинадым Инстаграмға. Енді жаңалыққа қарап отырасың ғой. Жаңалыққа қарап отырасың, так, все. Жаңағы қыздарға айтамын, командаға бол рилс дейміз. Күніне 2-3 рилстан саламыз деп, сөйтіп 25-30 мың адам келді. Ал қазір енді акцентті посттарға қойып жатыр. Егер сіз жазатын маман болсаңыз, бұрқыратып күніне 1-2 посттан шығара беріңіз. Өзіңіздің аудиторияңыз келеді. Бізде мындай ожидание бар да, міне мен салдым. Неге адам аз? Неге тыңдамайды деп ше. Тыңдайды ол. Басында 1-2 рет болады. 1-2 лайк болуы мүмкін. Бірақ керек адам тыңдайды, керек адам өзіне сақтап алады. Ол сол жерде бір кішкене не керек та, бір эксперттерден бір шыдамдылық керек, сразу тастамай. Енді гүлексең де бірден шықпайды ғой. Дәнді саған керек, фук деп шыға салмайды ғой. Тура сол сияқты өз аудиторияңды өсіру сол егін егумен бірдей. Бірақ өзіңіздің сапалы аудиторияңыз керек. Ең бастысы жаңағы не пытаться быть кем-то. Мысалы жаңағы мен стендап деп жатырмын ғой. Стендап ол мен үйде сондаймын. Үйде сондаймын. Маған тек қана өзім интроверт болғандықтан осы нәрсені қолдап сыртқа шығаруды үйрену керек болды да. Оны үйрендім мен соңғы жарты жылда қатты тренировка жасадым, үйрендім. Ал сіздің жағдайыңызда егер ол табиғатыңызда болмаса, онда адамды өзін қинауға болмайды. Стендапер болып кетпеңіз. Бұл жаңағыдай бұл жерде болмасаң да және бірдеңе болып бақ дей ма, қалай дейді? Ұқсамасаң да ма? Болмасаң да ұқсап бақ. Ұқсап бақ деген ондай нәрсе бұл жерде жұмыс істемейді. Өйткені медиа салада шыншылдық болмаса, ол бәрі бір жерден көрінеді. Ертеңгі күні өзіңіз қиналасыз, маска киіп жүру қиын. Оған сіздің энергияңыз кетеді, одан өзіңіз жек көріп кетесіз, мотивация жоғалады. Сондықтан да аудитория өсіруде ол кәдімгі егін еккенмен бірдей. Көктемде егесіз, күзге қарай нормально болады. Мен де осы тікен түнгі шайларым августте бастадым ғой. Августте бастадым, басында отыратын адамдар кіріп шығады, 150-200 адам сондай. Сосын мен бұрынғы эфирлерімді өзім қарасам, реально ұзақ сөйлейм, әдемі сөйлейм, дәріптеп, Роза Төледияровна болып сөйлейм ғой. Бірақ Инстаграмда отыратын халықтың шыдамы жетпейді. Мысалы, сіздікі сияқты подкасттарды расында бір білімнің бір өзегін, бір маржанын іздейтін адамдар шыдаммен тыңдайды да. Көбісінің уақыты жоқ. Ол аудитория 90% аудитория сондай. Соны мен басында жаңағы әдемі болып отырдым, сосын бәрібір үйдің обстановкасында адам кішкене андай болып расслабленно отырады. Сосын шай ішіп отырып әңгіме айтасың. Сосын мен байқағаным расслабленно үйде қалай, мысалы, достарыма, күйеуіме, туысқандарыма қалай әңгіме айтсам, тура сөйтіп аудиторияма айтсам, аудитория көбейе бастады. Соны оказывается былай екен деп. Сонымен сол үйдегі вайбты мен түнгі шайларға шығара бастадым да. Өзім де үйрендім. Қазіргі кезде уже бұрынғыдағыдай мындай сжатость, напряженность деген нәрсе жоқ. Яғни өзім интроверттігімді жеңе бастадым да. Амбиверт болып отырмын енді. Мен де сіздің бірқатар түнгі шайларыңызды қарадым. Кеше де қарадым. Мысалы, күн сайын шығасыз ғой сіз. Үлкен жұмыста былай қарасаң, түнде шығу, жаңағы оның алдында да қанша тірлік істеп жатасыз. Сосын түнгі шайға шығасыз, сосын неше түрлі әңгімелер кетеді ғой ана жерде. Енді сізге көбірек қаражат жайлы сұрайды, бірақ басым бөлігі қарым-қатынас жайлы. Мен байқағаным, ене мен келіннің қарым-қатынасы, жігіт пен қыздың қарым-қатынасы, күйеуім мен қарым-қатынасым, туыспен қарым-қатынасым. Уже жарты жылдан бері. Соны айтам да, мысалы мен ондай сұрақпен басым қатпайтын адам. Мен мысалы ондай бір сұрақ болса, жаңағы сіз айтқандай подкаст тыңдаймын, қандай да бір мамандардың продукциясын тыңдаймын, немесе кітап оқимын. Мысалы мен инсайтты кітаптан алатын адамымды, барлық сұрақтарыма жауапты. Сонда айтам да, адамдар
реально шынымен осы сұрақты қоя ма деп таңғаламын. Сізде қалай шыдамдылық қалай жетеді соның бәріне? Ақырын күліп қойып, бірақ сонда да сіз жауап бересіз да? Тырқылдап қойып, күліп қойып. Оңай емес? Оңай емес, бірақ мен бір андай білмеймін, бұл жерде бір утопия шығар, басқа шығар, білмеймін, көмектесуім керек және жауап беруім керек деп ойлаймын. Өйткені обратная связь менде өте көп. Элементарный нәрселер айтамын ғой. Сен былай үйіңде отырып күйеуіңмен семейный совет жаса деп ше, туысқандарын шақырып, сол нәрседен маған обратка өте көп келеді. Оны білмейді адамдар. Білмейді. Мен сол түнгі шайларымда расында элементарный нәрселер айтамын. Элементарный нәрсе, күнде қалай сөйлесу керек, қалай коммуникация құру керек, қалай шешім қабылдау керек деген мәселені айтам. Менде содан обратный пікір өте көп. Жұмысқа тұрып кеткендер қаншама. Мен просто айтам, жұмысқа шықшы. Бәрі Розадан ақыл күтіп отырады десеңізші. Жұмысқа шықшы деймін да. Негізі бізде Қазақстанда осыған мен сенімдімін. Жаңағыдай 50% мәселе, осы менде психологиялық проблема дейтіндердің мәселесі сол жұмысқа тұрумен шешіледі негізі. Өйткені сол сұрақтарды қоятындар, олар жұмыс істемейтін адамдар. Жастар, әке-шешесін мойындап отыр, немесе жігіттер ана бір тұрақты бір жерде жұмыс істемейді, 2 ай 3 ай жұмыс істеп шығып кететіндер. Мен айтамын, бір жерге жұмысқа тұр, адамы көп жерге, цомба, сондай бір банкке ма, сондай аптекаға ма, адамдармен көп араласатын жерге, шаршап келетін жерге. Сол жерден жоқ дегенде 10 ай 12 ай жұмыс істе деп. Мықты тәрбие. Негізі жұмыс адамды қатты тәрбиелейді. Мен өзім сондай жұмыстың арқасында көп өзгергенімді білемін. Өмір бақи карьера жасап. Сондықтан да осы нәрсеге мен сенемін, және көп деген айтып отырмын, 50% психологиялық мен өзінің проблемасы бар деп жүрген адамдардың проблемалары, мәселесі жұмыс істеумен шешіледі. Соны айтамын мен. Мысалы, мен бір жағынан ойлаймын да, шын мәнінде сіздің жаңағы пайдаңыз көп та былай адамдар. Мысалы, кеше мен кіргенде бір 3000-ға жуық адам отырды. Кіріп шығып кетіп жатты, әйтеуір, бірақ 3000-ға мен енді отырдым біраз адамдар, және прям комментарий толассыз да, сұрақтар кетіп жатыр, бір-біріне жауап беріп жатыр, күліп жатыр, ұрсып жатыр, түрлі эмоциялар болып жатыр. Бірақ мен ойлаймын да, қаншалықты деңгейде енді сіз жерде өзіңізді маман ретінде, эксперт ретінде, психолог ретінде позиционировать етіп жатқан жоқсыз ғой, енді кәдімгі құрбы ретінде жауап бересіз. Роза әпше ретінде, иә. Бірақ қаншалықты деңгейде бұл инфо-цыганство емес, мысалышы? Мен ол жерде сатылым жоқ қой. Мен ол жерде ақша жасап жатқан жоқпын. Ол ақысыз, мен кәдімгі өзімнің аудиторияма аптасына 2-3 рет 1 сағат, 1,5 сағат уақыт бөліп, олардың осындай элементарный сұрақтарына ақысыз жауап беремін. Ол тек мысалы видео форматта, одан бөлек рилс форматында бар. Одан бөлек мен сториста өте көп киноразборлар жасау арқылы жалпы адамның жаңағы стратегиялық поведение, да, психологическое поведение людей, соның бәрін әртүрлі форматта түсіндіремін. Мысалы, басқа эксперттер, егер мына тікелей эфирде дүйім халық отыратын болса, сториста менің ақпараттарымды оқып, сіз сияқты кітап оқитындар қарайды. Сондықтан да бұл әртүрлі аудиторияға. Барлық аудиториямен жұмыс істеуге тырысасыз, иә? Бәріне қазақ тілді сапалы контент беруге тырысамын. Сіз қазір мен қараймын да, мүмкін сіз баяғыдан бері сондай болған шығарсыз, мен енді сізге соңғы бірнеше айда жазылдым ғой. Қазақ тілді блогерлармен өте тығыз жұмыс істейсіз, иә. Перизат Мырзахметтің кітабында оқып, ол жайлы пікір жазып жатсыз, иә. Аида Кауменовамен барып, түнгі шай іштіңіздер, үйіне барып деген сияқты. Бұның бәрі былай қарасаң, әшейін әрекет сияқты болғанмен, ол біріншіден маркетингтік әдіс болуы мүмкін. Екіншіден ол уақыт та, ол жұмыс қой. Жұмыс. Өйткені оған бәріне уақыт бөлу керек, энергияңыз болу керек. Күнде түнгі шайға шығу үшін айналайын күшті бір энергия керек та. Бұның бәрін не үшін жасайсыз? Сізге аудитория көп болғаны керек па? Немесе бір қазір сізде сондай энергияңыздың тасып тұрған кезі шынымен қызығушылық танытып жатсыз ба? Енді қанша адам болса мен осының бәрін тоқтатамын деп ойлайсыз, немесе бұл сіздің кәдімгі қалыптасқан қадамдарыңыз ба?
қазіргі мен жасап жатқан жұмыс, жалпы мен бұл өмірде жасағым келген іс әрекеттердің бәрін жиынтығы. Мен сөйлегім келеді, тікелей эфир бар. Мен әйгілі адамдармен араласқым келеді, араласамын. Ақша тапқым келеді, осы жолда мен ақша табамын. Адамдарға көмектескім келеді, көмектесіп жатырмын. Басқа да көп қызық. Сосын менің ең өз бала кезден жақсы көретін нәрсем адамдарды зерттеу. Негізі мен социологияға баруым керек, социолог болуым керек пе білмеймін, бірақ расында әлеуметтік желідегі адамдардың әдет ғұрпы және іс әрекеттері бойынша мен өзімді жақсы маманмын деп есептеймін. Өйткені кез келген кәсіпті жаңағы жүйелеп және онлайнға шығару мәселесінде мен көп кәсіпкерлерге консультация беремін. Кез келген бизнес, ол мейрамхана бизнесі болсын, ол IT болсын. Мен соңғы ең үлкен проектілерімнің бірі ол IT компания. Қазіргі кезде $7 миллион капитализациясы бар. Басында сол бизнесті, сол IT-ді Қазақстанның нарығында қалай жұмыс істеу керек? Осы мәселеде именно аудиториямен жұмыс істеу, әлеуметпен жұмыс істеу, әлеуметтік медиадағы поведениені зерттеу бойынша мен өзімді мықты маманмын деп есептеймін. Өйткені мен үшін Инстаграмда, ТикТокта ол место аналитики, сараптау. Мынау неге былай жазды, неге былай жазды. Мысалы, бір айда өзіме жаңағы рилс арқылы 25 мың адам келеді деп отырмын да. Ол да дұрыс құрылған стратегия. Сен дұрыс ақпаратты берсең, саған өзіңнің аудиторияң келеді. Мысалы, мен соңғы кездері әйелдің құқығы, әйелдің благосостояние женщины, да, әл-ауқаты оның, сосын бала қауіпсіздігі, детская бедность коэффициенті туралы айта бастап едім. Осы мәселеде, осы тақырыпты қызықтыратын адамдар өте көп жиналды. Осы нәрсені, яғни соны ойлап жүрген адамдар жиналды да, ол жаңағыдай бір ерігіп жүргендер емес, ол яғни сен қандай ақпарат бересің, сондай аудитория саған келеді. Маған қазір соңғы келген аудиториялар сондай. Бір ғана мәселе, детская бизнес бойынша өте көп қазір менде хейт жүр. Региондарда өте көп. Өйткені баланың әл-ауқаты ол ата-ананың жауапкершілігі. Осы баланы ата-ана біле тұра кедейлікке алып бармау керек. Яғни ойланып отбасы құру керек, отбасын жоспарлау керек деген ақпаратты контексттен бөліп алып, ол региондарда неше түрлі пабликтерде осы деген қазіргі кезде блогерлар, коучтар деген бәле болды, халықты алдап ақша істеп жатыр деген сияқты. Және баланың әл-ауқатын мемлекетке іліп қоятын адамдар көптеп маған хейт жазып жатыр қазір. Яғни мен баланы тудым, мемлекет асырасын деген нәрсеге сондай оймен жүретіндер. Детская бедность коэффициенті соңғы кезде ол өсті, әлем бойынша өсті, особенно мына пандемиядан кейін қатты өсті. Бұл экономикаға өте зиян нәрсе. Оны бәріміз түсінеміз ғой. 20-30 жылда сол кедейлікте өскен бала ертең біздің қоғамның бір бөлшегі, олар көп болған сайын ол экономикаға тікелей әсер етеді. Өйткені элементарно даже ол статистиканың бәрі онда тұр ғой. Үлкен компания оның сайтынан көреді, так 10% мынандай, значит, мына елге инвестиция салуға болмайды. Өйткені ертең жаңағыдай бізден қаңтардағыдай ситуация болады деген сияқты. Осында аналитика жасайтын адамдар бар, үлкен компаниялар соны жасайды. Бұл экономикаға тікелей әсер етеді деп айтатыным сол. Осы нәрсені дұрыс түсінген жоқ та. Бізде түрлі әлеуметтік зерттеулер жүргізіледі, мысалы, бірақ мен де күліп жатырмын да, Астанада болып келдім жақында, бірнеше адаммен кездестім. Сол кезде біздің айтатын әңгімеміз енді басқа да, біз жаңағы қазір сайлау науқаны жүріп жатыр, мәжіліс кандидаттарын, маслихат кандидаттарын талқылау, анау партия мұндай, мынау партия мұндай дейміз да. Сосын мен өзімше сол вайбымда жүрем да, сіздің түнгі шайыңызға кірем да, картинаны көрем да, сосын ойлаймын, масқара, мен өз вакуумда жүр екенмін ғой. Жалпы халықты мазалайтын нәрсе ол мүлде басқа да, сайлау жайлы, әділетсіздік жайлы, жаңағы сіз айтқан балалар кедейлігі жайлы біз ойлана бермейміз, себебі біздің өмір сүру контекстіміз басқа да. Өйткені жаңағы әлеуметтік қажеттіліктер бар, ақша қажеттілігі бар деген сияқты нәрселер. Егер сіз күнде тікелей эфирге шығып жүрсіз тамыздан бері, қанша уақыт болды? Шағын сіз аналитика жасадыңыз, бір қазақ әйелдердің деп айтайықшы, мейлі бүкіл қазақстандықтардың, өйткені сіз енді Voice of Казахунсыз ғой.
үш проблемасы қандай десе, қандай міне қазіргі уақытта актуальны өзекті проблемалар осы деп айтар едіңіз? Бірінші ол жаңағы образование, білім беру мәселесі. Қоғамда ол тек әйелдердің емес, мүмкін бүкіл образование мәселесі өте нашар. Жұмысқа тұра алмайды. Сосын элементарный образование мүмкін даже мектеп универде емес, оны қалай түсіндіруге болады, мен осыны даже өзім несіне таппаймын да. Элементарно жұмысқа тұру бойыншағы правила, резюме жазу сияқты, өзіңді презентовать ету, ойыңды толық жеткізу. Енді мен қазіргі кезде мен көп ойландым осы мәселеде. Мысалы үшін ойды толық жеткізу мәселесінде. Не нәрсе көмектеседі? Мен бұрындары айтатын едім, сен жаңағыдай ораторскийға бар, бір нәрсеге бар, сөйтіп үйрен деп ше. Оған барып та нәтиже жасамағандарды көрдім. Маған еще келіп обратка береді олар. Барып келдім деп. Барып келдім деп, иә. Сосын мен көп ойландым да, сосын өзіме қараймын, өзім опытыма қараймын. Негізі кітап. Кітап оқу керек. Өмір бақ біз телевизор жоқ, интернет жоқ кезде өмір сүрдік қой. Сол заманда өмір сүргенбіз ғой. Кітаппен өстік қой. Сол кітаптың арқасында сосын бәрібір қанша дегенмен кез келген қабілет жасау арқылы шыңдалады. Ол сөйлеу керек адам. Сол мен айтамын, телефонды қойып қой да өзің экранға қарап сөйле, видеоға жаз деген сияқты. Осы мәселеде ойды жеткізу, осы бойынша білім өте нашар, әйелдерде деп айтсаңыз ғой да. Екінші мәселе ол жағы жоспарлай алмау шығар, өз өміріңді дұрыс жоспарлай алмау. Қыз баласында. Мен алдындағы сіздің подкастыңызды тыңдап отырмын да, Молдияр аға жақсы нәрсе айтты да. Қазақ тілі мен қазақ әйелінің тағдыры тағдырлас дейді да, ұқсас дейді. Тура сол сияқты қазақ әйелдер бізде қоғамда расында өз орнын таба алмайды. Стереотиптер өте көп. Сол стереотиптерге сенгендіктен, ергендіктен өз өмірінің жоспарын құра алмайды. Мен по-любому 25-ке дейін күйеуге түйім керек деген мәселе тұрады да, мысалы үшін. Осы мәселеде осы нәрсе жоқ. Өз ойын айта алмайды, әйелдер білімі жетпейді оған. Екінші мәселе өз өмірін жоспарлай алмайды. Және үшінші ең маңызды нәрсе әйелдердің проблемасы ол денсаулық мәселесі деп ойлаймын. Бұл үлкен проблема. Денсаулыққа қыз баласы, әйел адамдар қарамайды. Бізге ол мысалы маған немесе сізге ол дико сияқты да. Бірақ расында региондарды қарасақ, әйелдер екіқабат болғанша бармайды больницаға. Ол факт. Гинекологтың түрін сол кезде ғана көреді, оған дейін көрмейді жаңағындай. Барып чекап өту, медосмотр өтіп тұру, денсаулығыңды бақылау деген нәрсе жоқ. Біз әйелдермен жиналып, жалпы кәсіпкерлермен жиналып, жаңағы әртүрлі денсаулығынан жапа шегіп жүрген, особенно рак шейки маткадан жапа шегіп жүрген әйелдерге ақша жинап береміз да. Сол кезде маған қызық, мен сөйлесем да, алдында бір келіншек болған, уже 3-4 стадия болған кезде біз ақша жинадық. Сол кезде жетті бізге хабар, ақша жинап бердік, бірақ өкінішке орай өмірден өтіп кетті. Бірақ ол өмірден өтпей тұрып біз сөйлесіп үлгердік та. Сен жап-жас 30-дан енді асқан, неге, қалай басталды? Қалай сен білмей қалдың? Сосын белім ауырды, мен жүре бердім дейді. Шыдап жүре берген ғой. Сосын белі ауырады, шыдап жүре береді, белі ауырады, жүре береді, сосын больницаға барады, эрозия дейді, эрозиядан ары қарай оны жағы колоноскопияға жібереді, сол жерде уже қараса уже 2-ші стадия. Ол 2-ші стадияны білген кезде на фоне стресса ол 1-4 стадияға кетіп қалады. Ақша жинап үлгереміз дегенше өмірден өтіп кетті, балалар жетім қалды енді қарасаң. Неге белі ауырғанда әйел жүре береді мәселе? Неге? Мен соны түсінбеймін. Бір врачқа бару, немесе проблема болған кезде участковыйға бару, прокуратураға бір арыз жазу деген мәселеден қорқатын. Бізде милициядан қорқады, доктордан қорқады. Бала кезінде сөйтіп үйретеді ғой, қазір доктор шақырам, милиция шақырам деген сияқты. Осы мәселе ересек адамдардың миында қалып қойды екен. Мен таңғалғаным, жаңағыдай акимат, ЦОН сияқты осындай бір документ оборот жүретін жерлерге барған кезде адамдар почему-то жасқанады. Больницаға барған кезде жасқанады. Бір жер ауырған кезде тупо бармайды болды. Осы мәселе бұл үлкен қоғамда. Әрине, сіз жүретін, мен жүретін жаңағы айтқан неде бізде ол проблема жоқ. Бірақ мен жаңағы өзімнің аудиториям арқылы осы проблемаларды анық көрем. Өте көп көрем. Кеше мен алдың күні жаңағы «В погоне за счастьем» киносына разбор жасадым ғой.
сол кезде жаңа тез байып кетуге ілігіп ақшасын жоғалтқандар. Егер сіз көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе, мен бір 3 сторис па шығардым, аудиториям бөлісе бастады, қандай суммалар. Енді мен сол 3 стористі бір сағаттың ішінде шығардым ба, одан кейін ол сторис 24 сағат тұрған жоқ па. Маған обраткілер келді ғой. Мен 8 миллион қарызға кірдім, 27 миллион қарызға кірдім, 55 миллион қарызға кірдім, миллион, миллион жарым, 2 миллион, 3 миллион деген көп. Оның қарызының бәрі ненікі? Қаржы пирамидасы ма? Пирамидасы. Қаржы пирамидасы. Халықта ақша жоқ деместі, қайдан шықты ол 8 миллион? 27 миллион қайдан шықты? Пирамидаға салады. Мен соған таңғаламын. Жеңіл жолды іздейді сонда. Жеңіл жолды іздейді. Опять-таки бұл жағдай не ғой, ойланбау, критично ойланбау, эмоцияға беріліп шешім қабылдау. Өкінішке орай бұл үлкен, это большой пласт нашего общества, к сожалению. Енді мен кішкене болсын осыларға бірдеңе берсем, бірдеңе түсінсе, сондай, осы мен киноразборларымды 30 мың қаралым жинайды. Қарап отырып, обратка өте көп келеді. Онан Телеграмда да көп келеді сізге байқағаным. Иә. Барынша бірдеңе болсын жеткізгім келеді. Мынандай мәселеде мен шамам келетін нәрсемен жұмыс істеген жақсы көремін да. Мысалы мен қазіргі осы подкастты да тыңдап отырып айтуым мүмкін. Осы жүйе, білім жүйесі оңбады деген сияқты. Мен де претензиям бар білім жүйесіне. Осы 30 жыл неде тәуелсіздікте қанша 13 па министр ауысыпты ғой бізде. 13 па 12 ма? Біреу кетеді, біреу келеді, қағаз әкеледі, біреу кетіп байға келеді. Осы енді ол үлкен проблема да, мысалы үшін. Бірақ мен оған әсер ете алмаймын. Мен білемін де әсер ете алмайтынымды. Бірақ мен қолымда аудиториям бар ғой. Мен оларға әсер ете аламын. Қолымнан келген нәрсені жасаған жақсы көремін да. Мен системаға қарсы мен жалғыз өзім жүре алмаймын, оған мен шамам келмейді, оны білем. Кезінде бір ауырған мен депутат боламын деп ше. Ой, биыл түсуіңіз керек еді ғой. Жоқ, передумала. Ол жақта көп жұмыс істей алмайтын едім. Одан да осы блогер болып аудитория жинап, осы білгенімді айтсам, көрсетсем, ненің дұрыс, осы жаңағы тез баю мәселесін, ақша мәселесінде адамдар өте көп қателік жасайды. Осы мәселелерді айтқым келеді, айтамын, ақылы да, ақысыз түрде де. Сіз уже тамыз айынан бері тікелей эфирге шығып жүрсіз. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, проблема күнде одно и то же. Сұрақтары да бір. Қанша уақыт жүргізесіз тікелей эфирлеріңізді, және қай уақыттан кейін сізге келетін сұрақтардың сарыны өзгереді деп ойлайсыз? Өзгермейді деп ойлаймын мен. Бір кітап оқыдым, атын есімде жоқ. Психотерапевт жазған. Мынандай ситуация. Француздық психотерапевт жазған, атын есімде жоқ. Кітапты диагоналдан оқимын да, тез оқимын, скорочтение. Есімде қалмайды. Мынандай бір историяны айтып береді. Францияға өте көп нелегалдар келді ғой, Африкадан. Ол психотерапевт оқу бітіргеннен кейін практика ретінде, волонтер маман ретінде сол Африкадан алып келген жаңағы, қалай айтады ол кісілерді, гастарбайтерлер емес, жаңағы қашқындарды, соларға психологиялық көмек көрсетуге волонтер ретінде кіреді жұмысқа. Сонда мынандай историяны айтып береді да. Қанша жыл, 1 жылдай ма жұмыс істейді осы жақта. Африкадан, түсінесіз бе, мынандай торговый корабльдермен, сондай қиын, жаңағыдай әртүрлі болсын болмасын контейнерлермен қашып келеді жаңағы қашқындардың бәрі, босқындардың бәрі. Былай қарасаң, жартылай семьясының жартысы жолда жаңағыдай су жоқ, тамақ жоқ, өліп қалады ғой. Сондай бір қиындықтан соғыс көріп сөйтіп келеді да, естественно, оларда осындай психологиялық шок бар шығар. Оларда бір сондай бір надо помочь деп сөйтіп көмектеседі, сөйтіп келіп жаңағыдай қандай не мазалайды, қандай ой мазалайды десе, сонда это было для меня нонсенс айтады да. Мен бір жігітпен сөйлесіп жүргем, жаңағы босқын, өзі әрең дегенде жаңағы тірі қалған босқын. Бір жігітпен сөйлесіп жүргем. Сосын екеуміз жақсы сөйлесіп жүрді, екеуміз бір қайыққа отырамыз деп келіскенбіз дейді. Бірақ ол менің қайығым емес, менің әпкем отырған қайыққа отырды соның қасына деген сияқты. Мен осыны сөйлескім келеді дейді да. Мазалайтын вопрос. Тамақ жоқ, үй жоқ, отбасының жартысы жоқ, қай жерде тұратынын білмейсің. Бірақ жаңағы. Мен осы қарым-қатынас. Мен осыны оқыған кезде мен түсіндім, бұл сұрақ толастамайды екен. Оны бітеді-ау деген, бір күні бітсе деген сияқты, менде онда даже ожидание жоқ. Мен білемін бітпейтінін. Шамам келгенше істеймін.
Не істеуіміз керек енді? Әрқайсымыз жаңағыдай тиктокқа шықтық, түрлі мүмкін блогерлармен коллаборация жасадық, иә, қазір мысалы түрлі площадкаларды сұхбат береді, подкастқа барады. Былай қарасаң, сарапшылар да өздері қолынан келгенше білімін жинақтап емес, біліммен бөліскісі келеді, иә, таратады. Бірақ айналып келгенде үлкен массовый аудиторияға жетпейді. Бірақ айналып келгенде сол массовый аудиторияны мазалайтын сұрақтар қарапайым болса, мүмкін ол жаққа барудың да қажеті жоқ шығар. Кім біледі? Ол да таңдау деп ойлаймын. Жаңағыдай үлкен эксперттердің, сапалы білім беретін эксперттердің былайша қарағанда беретін білімін жазбаша түрде болса, ауызша түрде болса да халық түсінбейді. Иә. Ол түсінбейді. Ол как будто бір қытайша сөйлеп жатқан сияқты. Өйткені терминология, сосын жеткізген кезде ойды құрмалас сөйлемдермен жеткізеді. Оған өзі 30 жылдан бері білім сапасы төмендеп кеткен мектептерде оқыған адамдар оны түсінбейді. Мен оны жақсы түсінемін, яғни эксперт пен аудиторияның ортасында түсіністік жоқ. Сондықтан да ілігетте тек түсінетіндер ғана экспертте қалады. Қалған аудитория жаңағыдай жеңіл ақпаратты іздеп жүре береді. Сен жаңағыдай кошелегіңді реттесең ақша болады деген сияқты, қызыл жіп, жасыл нәски кисең бай боласың деген сияқты нәрсеге оны түсіну оңай. Да, это просто объяснить. Сондықтан да бұл жерде эксперттің өзінің несіне қарай ғой, запросы қандай, желаниясы қандай. Егер сіз простой тілмен сөйлей алсаңыз, сөйлеңіз, жеткізіңіз. Сөйлемеймін, маған өзіме келетін, мені түсінетін аудитория жетеді десе, тоже хорошо. Ол таңдау. Менің бірақ түсінгенім, мен қиын нәрсені оңай жеткізе алады екенмін. Қиын нәрсені оңай жеткізе аламын, жеткізгім келеді. Түрлі форматта жеткізе аласыз. Мысалы, қазір сіз өте салмақтысыз. Мен ойлағам, Роза әпше келе ма деп маған. Жоқ, мен айттым, Роза сөйледеріне келеді. Әртүрлі форматта жеткізе аламын. Бизнес тілінде жеткізе аламын. Жаңағы кітап оқығандай стористерге текст ретінде жеткізе аламын. Тікелей эфирде жеткізе аламын. Әртүрлі тілде. Инстаграмды өзіңіз жүргізесіз ба? Иә, бір қызым бар, көмектеседі в основном. Бірақ менің ойымды қолым тимей айтқан кезде, мен көлікте жүрген кезде, осындай съемкаларға барған кезде мен аудиомен айтам, менің ойымдағыны шығарады. Қанша адам болу керек командада, барлық площадкада емін-еркін жұмыс істеуге? Мысалы, экспертпін. Мен болды жеке брендімді қалыптастырам, қалың аудиториямен жұмыс істеймін деп шешемін. Маған не керек? Қаражат керек, команда керек. Ондай болса, қанша қаражат керек, қандай команда керек? Мынандай да, сіз бірден бастай алмайсыз. Мысалы, сіз никогда ресторан жүргізбеген кәсіпкер болсаңыз, бірақ тамақ жақсы істейсіз да, бірақ ресторан жүргізбегенсіз. Бірден ресторан ашсаңыз, сіз күйіп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да сіз қасыңа бір көмекші аласыз да, бірінші 2-3 столиктен қойып, сол 3 адамға тамақ бересіз. Одан кейін 15 адамға деген, сосын үлкен ресторан, одан кейін сет, одан кейін франшиза деген сияқты өсе бересіз ғой. Бұл мәселеде де тура сондай. Ол бірден келмейді ол. Сіз қазір өзіңізге бір SMM-шік алсаңыз, өзіңіз үшін бір формат таңдаңыз да. Сіз үшін егер жазу оңай болатын болса, онда копирайтер алыңыз. Сіздің тіліңізді түсінеді, сіздің подачаңызды білетін. Соған аудио форматында айтасыз да, басқа тілдеріңіз істеп жүре бересіз. Ол алып посттар шығара береді. Жаңағы рилс форматы болатын болса, мен көбіне командада ұстамай аутсорсингқа бергенді жақсы көремін. Мысалы үшін мен рилсымды түсіретіндер, ол бөлек команда. Оларға мен толыққанды салонға барып, киімімді киіп, бір 3 сағат, 4 сағат уақытымды бөлем, айтқан сұрақтан жауап беріп, олар өздері монтаждап, жаңағы несін субтитрін жазып, бәрін дайындап қояды. Все, мен басымды ауыртпаймын. Сол сияқты YouTube бойынша маманым бөлек, таргетологым бөлек. Дәл қазір менің командамда мына 2 ассистентім бар. Біреуі SMM бойынша, біреуі жаңағы басқа да проекттер, пиар бойынша, мысалы сізбен келісуге, басқа да келісуге. Осындай сату мамандар бар. Өйткені обратқа келеді, курсыңызды алғым келеді дейтіндер сату мамандары. Сондықтан да бұл мәселені жаңа экспертке мен қалай дейтінім, өзіңізге ыңғайлы формат. Сіз қалай сөйлегіңіз келеді. Я человек оркестр. Байқадым. Я человек оркестр, ол уақытысымен келеді. Мен 5 жылдан бері жүрмін ғой. Бірден өзіңе өйтіп талап қойғанда дұрыс емес. Сізде мысалы көлікке бірінші рет отырсаңыз бірден жүріп кетпейсіз ғой. Бір үйрену керек. Сондықтан да өзіңізге, жүрегіңізге жақын форматты таңдап, сол площадкаға шығуға болады. Бірақ мен айтып отырмын ғой, TikTok
қазір TikTok мүмкіндік беріп тұрған кезде шығып алу керек. Сіз сөйлейсіз көбіне, сізге сөйлеген ұнайды. Осында байсалды, тихий дауыспен. Міне осындай микрофонды қойып қоясыз да, ойыңызды айтасыз, TikTokқа салып отыра бересіз. Болды, өзіңіздің адамыңыз келеді. Бірақ өз салаңыздағы болевой темаларды көтеруіңіз керек та. Сол кезде өз маманды келеді. Мен бір маркетологтарды қараймын да, бір 3 минуттық нелерге ше. Өйткені актуалды тақырыптарға олар комментарий береді да. Маркетинг тілінде, маркетолог маман ретінде. Қазір мысалы әртүрлі нәрсе болады. Бейонсе мысалы концертке шықты, акасы екіқабат екен деген сияқты. Осы жерде қандай маркетингтік ход бар деген аналитиканы 3 минутқа жеткізіп салады. Талдау жасайды. Талдау жасайды да. Сол арқылы TikTokқа шыққан өте мықты. Бірақ конкретно өзінің аудиториясы келеді да. Ол жерде левый адамдар жоқ. Сен неге өйтіп айтасың? Негізі олай емес дегендер жоқ та. Өзінің отырады сол жерде. Сонысын айтты маған. Менде де мысалы Роза сіздің парақшаңызға кіргенде жаңағы коуч, қаржылық коуч деп енді айтып жатырмыз ғой, инфобизнес-вумен деп. Менде де басында бір толыққанды картина құралмады да, себебі жаңағы сіз айттыңыз ғой, мен әлеуметтанушы болуым керек еді деп, немесе тіпті психолог па деп те, жаңа қаржы коуч деген сұраққа мен жауабын таба алмадым да сіздің парақшаңызда, себебі көбінесе жаңағы жеке өміріңіздің жүріп өткен қадамдарыңызбен бөлісесіз, адамдармен қандай да кез келген тақырыпта кеңес бересіз, Сіз өзіңізді жалпы қалай анықтайсыз? Өзіңізге танысқанда кіммін дейсіз? Коучпын деймін. Коучпын дейсіз. Қаржылық емес, қаржылық деп жазатын ол да маркетингтік ход. Ақша мәселесі бізде мынандай, менен досталады біраз болды жүргенім. Адамдар негізі менің ақшамен проблемам бар деп келеді. Негізі проблема ақшада емес қой. Ол ақша, ол салдары. Ол салдар. Сен бір әлде бір дұрыс емес әрекеттер жасадың, қарым-қатынаста болсын, сөйлеуде, коммуникация нашар, жалпы. Бір әлде бір әрекеттер жасадың да жоқшылыққа келдің. Сен сондықтан да маған келіп отырсың да. Мен сол әрекеттердегі қателіктерді айтамын. Сен қалай міне осы точка Б, сен келіп тұрған Б точкаң, ол жоқшылық, бір қарыз болсын, кредит, бірдеңе. Соны мен жаңағыдай жіпті былай қарай тарқатамын ғой. Соны мен түсіндіремін. Особенно жаңағы киноразборларда. Маған қазір киноразбор өте күшті инструмент болды. Түсіндіруге ше. Мен бұрындары просто разбор жасайтын едім да. Мысалы, бір адамның историясын алып, өздері жазады ғой дәріпке. Жазады, соны разбор жасайтын едім да. Оны адамдарға қабылдау қиын. Киноразбор жасаған кезде ол как будто ол туралы емес. Да, адамдарға қиын. Неге психолог мамандарға бармайды? Жеке консультацияға. Өзіңдегі дұрыс емес әрекеттеріңді мойындау өте қиын. Ал сен киноны талдап атқан кезде көресің да, мен де өстіп істедім ғой деген сияқты. Ол жақта уже өзіңе қабылдау оңай. Осы инструмент менде жақсы жұмыс істейді. Сондықтан да мен былтырдан бері қаншама киноны разбор жасадым ғой, әлде біраз ойымда бар көптеген киноларды жасау. В основном айтайын дегенім сол жаңағыдай бос әрекеттер көп қой адамда. Сенде бос әрекет көп болғаннан кейін ақша да болмайды. Осы. Ал қаржы деп жазылған себебім ол маркетинг, ол өзіңе бір қаратпа бір не ғой, қайсам болады. Точка входа болып тұр ғой енді сізге. Ары қарай уже келіп маған жазылғаннан кейін біз тақырыптарды көреді да, түсінікті болады. Ол түсінікті нәрсе. Адамның сенің әрекетің ақшаға алып барады, немесе ақшаның жоқтығына алып барады. Бұл сол жерде бір сиқыр, бір білмеймін, бір ақшаның энергиясы деген темалар жоқ ондай. Ақша потогы деген сияқты темалар жоқ ол жерде. Сізде жаңа айтып жатсыз, мен білімімді тегін таратамын және ақылы да таратамын деп. Қандай ақылы продуктыларыңыз бар? Эффективное мышление в основном. Эффективті ой жүйесі. Адамның әрбір әрекетінің алдында ой тұрады. Біздің ойымыз шешеді әрекеттің қандай болатынын. Бірақ оған бір саналылық керек та, сен ойыңды отслеживать етіп, оны жөндей алуға. Кәдімгі сондай инструменттер беріледі курстарымда. Ол психологиялық курс па сонда? Психология деп те айта алмайсың, өйткені психологиядан инструменттер бар. Но в основном это изменение поведения. Қандай адамдар келеді ол курсқа? Портреті бар ма? Көбіне келетіндері жаңа кәсіпкерлер, дамимын, өсемін деп келетін адамдар. Көбіне жұмыс істейтін адамдар келеді. Қандай да бір табысы бар? Табысы бар, Жаңағы ақшам жоқ, мен декреттемін, үйде отырмын, балалармен не істейтінді білмеймін дейтіндер менің курстарыма келмейді. Олар жаңағы прямой эфирде отырады. Менің ойымда ол кісілер пока қарай берсін.
әрқашанда мен кез келген адамға вот со всеми все окей, кез келген адамға мен шанс беремін. Эфирлерімді қара, көр, өзгер, жұмысқа тұр, мүмкін сосын келерсің. Былайша қарағанда мүмкін бұл мен өзімнің аудиториямды, өзімнің клиенттерімді өсіру инструменті деп те айтуға болады. Өзің өсіресің да, мысалы егер бизнес модель ретінде Макдональдсты қарайтын болсақ, Макдональдс кезінде кофейнялармен, кофейня емес жаңағы университеттермен контрактке отырады. Сөйтеді колледждармен. Сөйтеді да ол сол колледжға, сол университетке өзінің менюін жасайды. Бүкіл университеттерде жаңа Макдональдс жүреді. Бала оқудан шығады, Макдональдс жейді, ол бренд басында қалады. Ол Макдональдста отырған кезде қызбен танысады, достармен отырады, күледі, жақсы эмоция басынан кешіреді. Болды, бренд оның басында қалды. Ертең ол өзі үйленген кезде бала шағасы Макдональдсқа алып келеді. Иә, сол арқылы. Былай қарап отырсаңыз, бренд өзінің болашақ аудиториясын өсіріп жатыр. Менде де бұл стратегиялық бір үлкен бір сондай секрет сондай мәселе бар. Мен барлық адам бақытты болуға, шансы бар деп ойлаймын. Барлық адам бәрібір определенный бір түсінікке келетін, мен сенемін. Оны 5 жылдан бері қарайтын менің оқырмандарым бар. Қайда өзгеріп кеткен. Сізбен бірге өсті. Иә, менімен бірге өскендер бар. Жаңағы ой сана мышление не дедіңіз? Курсыңыздың атын ұмытып тұрмын. Менде қазір 3 курс бар. Сенімділік. Олар бәрі бөлек продукты, иә? Әрекет және масштаб. Сенімділік ол тұлға, әрекет ол маман, масштаб ол бизнесмен. Адамдар тіркеліп қатыса алады. Мысалы, қазір жаңа айтқанда мен қатты түсініп тұрған жоқпын да, енді описаниясын қарау керек екен деп. Бірақ енді жалпы айналып келгенде үшеуі тоғысып, сенің сана ойлау машығыңды өзгертетін дүние болып тұр ғой, иә? Роза, мен сұрамаған, қосып кеткіңіз келетін, шіркін-ай, мына нәрсені сұрамады-ау деген нәрсеңіз болса, мархабат, қосып кетіңіз. Ондай нәрсе жоқ екен, бәрін айтқан сияқтымыз. Жалпы қай кезде де, қандай площадкаға барсам да, менің айтқым келетін нәрсе әйел адам жұмыс істесе екен деймін. Әйел адам ақшалы болу керек деп ойлаймын мен. Және ол ақша өзінікі болу керек. Бір құттай тиын болса да, бір өзінде бір еркіндік болу керек та. Бізде қоғамда көп мынандай ситуациялар, әйел адам ақшасын табады, бірақ айлығы не күйеу, не енесі алатындар бар. Бұл енді былай қарағанда қаржылық құлдық болмағанда немене енді бұл? Вроде бы, бірақ сіз байқамайсыз, ол адам осы Алматының орталығында, бизнес-центрде бухгалтер, немесе бір менеджер болуы мүмкін. Жүреді бай, сөйлесесің, шай ішесің, сен ондай адам деп ойламайсың оны. Бірақ егер сен ішкі кухнясына кірсең, ол солай болып шығады да. Оның жаңағы айлық алатын карточкасы, ол не енесінде, не күйеуінде, яғни қаржылық құлдық. Осы нәрсе болмаса екен деймін. Әйел адамның өзінің қалағанша жарата алатын ақшасы болу керек. Бұл оның адами құқығы. Осыны әйелдер бірінші өздері түсінсе ғой деймін да. Бір жерде ер адамдар емес, әйел өзі түсінсе деймін. Өйткені қазір соңғы кезде көп айтып жүрмін да, әйелдің жауы әйел. Біз әйелдер өздері бір-бірлерін құртады ғой. Үндеме, айтпа, шыда. Ол да бір буллинг емес пе? Мысалы, келіп отыр, құрбыңыз келіп отыр да, айтады сізге, осындай жағдай, күйеуім қол көтерді, ақшамды тартып алды деген сияқты айтқан кезде сіз не дейсіз мысалы үшін? Кет деймін. Сіз кетпейсіз. Көп жағдайда ол айтпайды ғой. Ол айтпайды. Ой, шыда, адам болып кетеді, тағы біреуін ту. Тағы біреуін ту, ескіреді деген сияқты да. 30-дағы еркек қалай ескіреді, ол болды ғой уже. Сол сияқты әйелдерге өздеріне жау болмас екен, әйелдер ақшалы болса екен деп тілеймін, осыны бар жерде айтқым келеді. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, енді мысалы мен көп еститінім, шыда 10 жылдан кейін басылады күйеуің, сосын сенің салтанатты дәуірің басталады дейді. Мен айтам да, жаныма 10 жыл құрбан болған өміріңді ойласашы. Сол бір күні бір мен жаңағы бүкіл кеткен уақытыма салтанат етемін деп, бір қайдағы жоқ 10 жыл 20-ны күтіп жүргеннен ешқандай пайда жоқ деп мен дейтім. Күйеу жүретіндер айтады ғой, қайда барады дейсің. Бірден ат айналып қазығын табады, ертең өзі есейгенде кет. Қашан? 50-де 40-та ма? Менің жастық өмірім қайда қалды? Осы мәселеде
өте көп дискуссия менде парақшада. Мен осылай айтқан кезде сен отбасыларды ажыратып жатсың. Осыны айтады. Енді сол біліп отырмын ғой, өзім сол аудиторияға жұмыс істеймін, өзім сол білімді бергім келеді, ондай обратка келеді, хейт келеді. Издержки профессии, как называется. Иә. Рахмет, Роза, алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Шын мәнінде мен жаңа бірнеше рет айттым ғой, Роза әпшені көрем ба деп едім. Өте салмақты, сабырлы, көп нәрсе жайлы ой толғайтын адамды көріп тұрмын. Және мен сіздің инстаграмыңызды қараймын, ол үлкен жұмыс. Осы салада жүрген маман ретінде, өзімде аудиторияны өсіргім келіп жүрген адам ретінде білем оның артында қандай еңбек жатқанын. Азынан кешке дейін түнгі эфирге де шығып, түрлі продуктыларды өндіріп жүру оңай емес. Сондықтан осы энергияңыз сарқылмасын. Әлі талай белестерде көрініңіз. Сәттілік тілеймін. Және уақытыңызды бөліп келіп, сонша жыл жинаған біліміңізбен тегін бөліскеніңізге рахмет. Қалың аудиториямен. Себебі бізде де сарапшыларда өте қатып қалған бір шектеулер өте көп. Бұл да бір сол шектеулерді бұзуға бір мүмкіндік беретін әңгіме болды деп сенгім келеді. Үміттенемін, солай ақ болсын. Рахмет, сіздерге де сәттілік, аудиторияңыз көбейе берсін. Рахмет. Ой детокс ең мықты подкасттардың бірі бола берсін. Аумин, рахмет. Осымен, достар, Ой детокстың кезекті эпизоды аяқталды. Аяғына дейін тыңдадыңыздар деген ойдамын. Сондықтан бірнеше секунд уақыттарыңызды бөліп, менің арнама әлі жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Розаға сұрақтарыңыз болса, оны да қойыңыздар. Мүмкін Роза бөлек осы Ой детокстың сұрақтарына негізделген эфир жасап, түнгі шай жасап жауап берер деген үміттемін. Сондықтан осы подкаст менің танысыма, досыма пайдалы болады деп ойласаңыздар, таратыңыздар WhatsApp арқылы, Telegram арқылы, сілтемелерді жіберіңіздер. Ой детоксты тыңдаған, көрген қосымшаларыңызда бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бұның бәрі маған шабыт беретін кері байланыс болады. Сондай-ақ Ой детоксты қолдаушылар қатарына қосыла аласыздар. Барлық ақпарат осы эпизодтың сипаттамасында болады. Ал өздеріңізбен келесі шығарылымда аман-есен естіскенше, көріскенше сау болыңыздар. Пока.